Hayırlı geç dostlar. Arslan Pacha yani Karol Lev bizden nusqada. Ay jirdim vakit tapkanday gülgen ay salo. Mufasa'nın oğlu Simba dünyaya geldi. Simba'nı alıp geldikler. Simba kayda. Ben koy. Karsa көзім ашылмайdır ғой. Isıkten emesi ol. Isıkten емес, meni bitip köter. Былай да көрініп тұрсың негізі. Оның үстінен тас лықылдап тұрады кішкене. Айта тұр, былай қол бұлғап кішкене ақыры жібер өзің. Басталды! Менің өмірім басталды! Томми жердің бас жағына түседі дегенсің. Молодец! Сен кімсің? Мен маймылмын, саған барлығын үйрететін болам, бірақ сенің қарсыласың бар, Шрам дегені. Кім мықты десе, Шрам дерем деп қойырсың. Кім жазған маған? Лев Толстой. Сен мықты бұл әлі патшаға дайын емессің, сен дайындалып келу керек. Жүр, мен сені дайындайын. Қаяққа? Арыстан бабқа. Шрамның үңгірде. Күле бермеш қорқып атыр мен. Мен Шрам емессің. Мен Шрамның оң қолы, шакалмын. Сонда сіз қалай Шрамның оң қолы болдыңыз? Мен шакал мәдел сайысынан бірінші орын ағам. Шакал мәдел! Мен шакал абырды қызылға бітірген. Сен оқытылшы. Сендерді қорққаны бала күліп атыр мен. Жәнедер, мен сендерге айтайын. Бұдан бұлай, орманда жүрген бірде-бір пілге түсуші болмаңдар. Себебі мен қазақ пілінің жанашырымын. Иә, Шрам келе жатыр. Шрам. Мен сендерге айтып қойдым, мынандай микрофон дайындап қойыңдар. Әжептәуір музыкамен арыстан құсап шығу керек еді, төрт аяқпен. Шрам, саған тұрып жүрсең де болады. Қой? Дұрыс айтады Ақшақал. О, ес. Шрам, ұйықтауға кетіп едіңіз ғой. Неге ұйықтамағансыз? Жатардан алдым бір горилла жеп алғам ғой, ұйқым ашып кетті. Не жүрсің ау? Шакалский жүрсің ғой? Андай жерге суға жетіспей тұр да просто. Жабылып кетесің ғой чисто. Так. Сколько жүріп атқан шакалдар? Дұрыс айтады Ақшақал. Шамшыраз ашып па, көрші бар, шамшыралар қойды. Не жаңалық, не улап шылып отырсың? Бізді тотығыз шақырды. Не үшін? Білмеймін. Әне, өзі де келе жатыр. Қайда? Тотығыз! Әне өзі де келе жатыр дегенге келе замайт жәрім. Баршагүл апай, біреу деді ма? Біреу.
Мистериос. Деді ма? Тоғыз қаз, қарылға шығылам мен сені. Бұл қондым не? Пыр. Есін аға, полуфиналымған мен. Қош, шырамым! Үйтіп айтпашы дедім ғой мен саған. Онда шырағым деймін да, ай шырағым! Мен кішкентай болып қалдым ғой қазір сенен. Шәке дей берді. Шәке дей берші, не қалды? Шәке орманға қиын тұстау, заман туды. Тыныштық бар? Анау, Құндай Муфасам еді, Муфасамның соның ұлы дүниеге келіпті, Симба деген. Анау бірден аңғар болып кеткен ана. Сол тірі кезде сен ешқашан король боламайсың. Қош, Я, шағал не істейміз? онда оның баласына ярқысы көп телефон әперейік. Не үшін? Көзін құртамыз. Жүріңдер! Қарным ашып кетті. Жапалау жеп алған ғой? Оның үстіне ақша да болмай тұр ғой оған. Ақша болмай тұр ма? Маймылмен фотоға түсеміз. Маймылмен фотоға түсеміз. О, маймылмен фотоға түсуге бола ма? Болады қарындас. Өзіңіздің телефоныңызбен түссеңіз 2000, менікімен. На, өзімдікімен. Әдемі орғашқа алыстан емес. Рахмет. Сенің атың кім? Менің атым Симба. Симпатичный екенсің. Енді дұрыс па, еркекке маймылдан сәл ақ әдемі болса болды емес па? Маймылдың да әдемілері бар. Аузын жапшы. Маған тұрмысқа шығасыз ба? Жоқ, Симба, біз бірге бола алмаймыз. Мен әпкеммен жездемен бірге өскем. Олар өте қатал. Әпкем мен жезде? Әне, өздері де келе жатыр. Не іздеп жүрсің? Заклад іздеп жүрсің ба сен? Тұрсай мұляқа. Не айтты мен саған? Қара деп, кәні қыз. Қыз қаны? Жеп қойған ғой, бет табақтай қайбан. Жеген жоқ. Шығар мынаны ішіне қызы. Шығар. Неке бер, неқа тұр неқа. Айттым саған. Сенің тәрбиең осының бәрі қара деді бана қызға. Не тәрбие қылып? Сен бұл дауыс көтеріп тұрсың ба? Иә. Көңілімді сүрді қоча. Ажырасып? Жына аз едік ажырасқандар. Отбасы болған ең бұндай нәрсе болып тұрады ғой. Қиындықтар бол, шыдасаң еркексің ғой. Мен қана? Вот именно еркек болғаннан кейін шыдап жүрмін. Әйел болсам дауына кетіп қалатын ғой мен сенің. Бейт. Мен рұқсаттарыңыз берсеңіздерші енді. Бермейміз, саған қызымызды ешқашан бермейміз. Сен бізді қызымызды алу үшін өзіңді осы жерде дәлелдеп, король болуың керек. Болмаса балет болуым керек. Біздің прайтты жаулап алған сияқты. Кім? Шырам! Оң ақтан білген. 112-де сообщение келді, кеттік. Сен қуырылған сосиска тестелер болды ғой, ана тазы. Қал ішкідегі. Сен ба шырам деген? Шырам деген мен не қылды? Сен сияқты шырамдардың талайын көргем. Мені. Әрісіне бар біреу. Мені. Ол семіздіктен жыртылған ба, ана денең? Өз ана денең кеңейген сайын сызық болады ғой. Сенің ана терің ананша гектарға расчет алынбаған ғой дейміз. Неғып жыртылып тұрсың? Не қылды? Шырам, бұл проектті менің әкем билеген. Одан кейін мен билеймін. Одан кейін нағашыларға сөз бер. Одан кейін қойып тұр.
Қандай той еді бұл? Қойшы. Жекпе-жек па? Жекпе-жек. Жекпе-жек. Қай орманның заңымен төбелесіз? Қай орман заң? Қандайлары бар екен? Қандайлары бар? Үндістан орманыныкі бар, жүгіріп кеп бүйтіп көкіректе тұрады ше. Аха. Сосын қазақ орманыныкі бар, бүйтіп күресіп неғып. Аяқтан шалып та Иә, аяқтан шалып. Сосын Қытай орманыныкі бар. Қайсы? Қытай дұрыс қой саған. Қытай ма? Қытай. Қытай. Бастап кеттің ба не? Екеуіне біраз уақыт көз тимейтін болды. Маңдай жекпе-жектеріңе түкіргенім бар еді. Болды. Мен жеңілдім. Мынау король. Бол, сен корольсің! Симба! Шырақ! Мүмкін емес, қалай жеңіліп қалдың? Мынау тіп-тіп деп насыбай айтады бұны. Рахмет, жеңіске жету үшін жеңіске жеткен ағаларымыздың ізімен келе жатқан Ақбұлақ құрамасы. Және де сіздермен бірге болған 8-ші Ә сыныбы. Топтарды сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырамын. Командалар сахнаға. Айырды!